аштықтан өлім аузында жатқан қыз баланың өлімін күтіп тұрған құзғын құсты Кевин Картер дейтін суретші суретке түсіріп алған еді. Осы суреті үшін ол ерекше сый-құрметке ие болды. Бұған құзғын және қыз деген атау берді. Бұл ісімен көпшіліктің алдында мәртебесі өсті. Газет журналдарда басылып шықты, телеарналарға кездесуге шақырылды. Бір кездесуде отырған кезінде бір бейтаныс адам қоңырау шалып, әлгі қыздың жағдайын сұрады. Кевин, мен асығыс едім, ұшып кетуім керек еді, не болғанын білмеймін деп жауап берді. Сонда телефон соққан бейтаныс, ол жерде 2 құзғын болған, екіншісі фотоаппаратпен деді. Бейтаныс адамның осы сөзі өңменінен өтіп кетті, жүрегіне оқ болып қадалды. Күндер өтіп, Кевин депрессияға түсіп, соңынан өзіне қол жұмсап өліп тынды. Өлім алдындағы бір хатында басымнан өткенге қатты өкінемін, жан ауруым өлтіріп барады, өмірдің ауыртпалығы бақытты өлтіреді екен, бақыт деген жоқ екен деп жазған екен. Бұл оқиғадан біреудің қайғысына немқұрайлы қарамау керек екендігін түсінеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: Алла тағала құлына ол өз бауырына жәрдем бергенін тоқтатқанша жәрдем береді дейді. Алла тағала өзгенің қайғысына қайғыра алатын жүрек берсін біздерге.